Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде орталық жүйке жүйесінің физиологиясын айта кететін боламыз. Жалпы орталық жүйке жүйесі бізде екі құрылымнан тұрады, ми және жұлын. Соның бізде жұлын физиологиясына тоқталайық. Жалпы жұлын, яғни бұл бізде омыртқа кеңістіктерінде орналасатын арқан тәрізді орталық жүйке жүйесінің бір бөлім болып табылады. Және де бізде осы жұлынның ақ және де сұр затын ажыратамыз. Яғни сұр заты ортасында орналасқан және де ол бізде көбелек тәрізді пішінге ие болып орналасады. Және де оның сыртын бізде ақ заты қоршап жатады. Және де осы ақ заттар қоршауына байланысты одағы екі бүйір мен алдыңғы артқы бөліктер пайда болады. Және де бізде осы сұр затына тоқталайық. Жалпы сұр заты бізде рефлексті қызметтерді атқарады. Яғни қалай? Ол бізде тікелей миға жаңағы апарады, немесе бізде жаңағы жұлынның өзінің рефлекстері бар, яғни миға жаңағындай мидың қатысуынсыз өзінің жеке рефлекстер болады. Мысалға айта кететін болсақ, мысалға мектептің тілімен айтайық. Жалпы бізде мектепте директор және де завуч дейтін адамдар бар, яғни завуч бұл бізде жұлын, директор бұл бізде ми. Завуч иногда директорға айтпайды, өзі жұмыс жасай алады, бірақ оны басқаратын директор. Сол сияқты жұлында өзінің рефлекстері жұмыс жасайды, бірақ иногда ми басқарып отырады деген сөз оны. Және де бізде одан кейін бізде осы рефлекстік доға дейтін нәрсе болады. Яғни рефлекстік доға дегеніміз не? Жалпы ол сырттан адамға, яғни адам организміне әсер ететін фактор немесе бір жаңағы қоздырғышқа ответ қайтару. Мысалға бізде ыстық су тұр, біз оны ыстадық, случайно қолымызды тартып аламыз. Не үшін? Өйткені мынаны қараңыз, осы кезде бізде рефлекторлық доға пайда болды. Рефлекторлық доғада бізде рецепторлар, нейрондар арқылы бізде жұмыс жасайды. Мысалы бізде рецепторларға тоқталайық, яғни рецепторлар бұл бөлінеді. Бізде интрарецепторлар, пропиорецепторлар, экстрарецепторлар. Бізде экстрарецепторлардың өзі, яғни мынау жаңағы екіге бөлінеді, бізде дистанционды және де контакты деп бөліп қойылады. Көбінесе бұл қолдың ұштарында болып табылады. Яғни дистанционды дегеніміз бұл көру, иіс сезу және де есту сияқты жаңағы дистанционды рецепторлар болатын болса, ал контакты рецепторлар деген, яғни бұл жанасу арқылы, яғни ұстауымыз, дәмді сезіп көруіміз деген сияқты қабылдағыштар деп айтсақ та болады. Одан кейін бізде сол рецепторлар арқылы сездік жаңағы ыстық суды. Одан кейін сезгіш нейрондарымыз болады, біздің. Сол сезгіш нейрондар арқылы бізде аралық нейрондарға барады. Аралық нейрондар бізде қозғалтқыш нейрондарды іске қосады. Қозғалтқыш нейрондар не істейді? Барып қолымызды тартып алады. Яғни бұл кезде бізде рефлекторлық доға дейтін нәрсе пайда болды. Мен бұл рефлекторлық доғаны әлі толық айтқан жоқпын. Қазір айта кетемін. Одан кейін бізде жаңағы бізде сұр заттың ақ заты бізде қоршап жатыр, сұр затты. Сол кезде бізде бүйірлерін ажыраттық. Алдыңғы бөлімі, артқы бөлімі, бүйір бөлімі деп. Осы бүйірлердің жаңағы өзіндік бір маңызды қызметі бар. Яғни бізде артқы бөлімінен миға, яғни жұлынымыздан миға баратын өткізгіштік, яғни бізде ақ заттың негізгі қызметі өткізгіштік қызмет атқарады. Сондықтан осы артқы бөлімінде бізде миға баратын жол, яғни бізде жұлына миға баратын жолды афференттік жол деп атайды. Ал ми нейронының импульсі бізде жұлынға баратын болса, ол бізде эфференттік жол деп аталатын болып табылады. Одан кейін бізде осы жаңағы миға баратын афференттік жол бұл бізде жұлынның артқы бөліміне шығатын болса, ал мидан келетін импульс, яғни эфференттік жол ол бізде алдыңғы бөліміне баратын болып табылады. Алдыңғы бөліміне барып бері қарай қозғалтқыш нейрондарға барады. Одан кейін бізде жұлынның бізде сегменттері болады. Жалпы жұлынның сегменттері 31 сегменті бар, яғни мойында 8, кеудеде 12, белде 5, 8 көзде 5, құйымшақта 1. Осы сегменттер бізде
жаңағы адамның әр жерін бізде белгілі бір аумағын, қолымызды, бір денеміздің бір белгілі сегментін нервтендіріп отырады. Соның зақымдалуына, мысалға белгілі бір сегментіміз жолындағы зақымдалатын болса, сол бір адамның жаңағы белгілі бір аумағын жұмыс жасамай қалады, немесе оның орнын басқа сегмент басып жұмыс жасауға келтіретін болып табылады. Және де бізде осы жолының нейрондарына тоқталайық. Жалпы жолының нейрондары бұл бізде адамның жолында 13,5 миллион нейрон болады. Ойлаңыздаршы, енді соның 97% ол сезгіш нейрондар мен аралық нейрондар болып табылады екен. Ал 3% жаңағы қозғалтқыш нейрондар, яғни мотонейрондар. Осы қозғалтқыш нейрондарға тоқталайық. Бұлардың қызметі өте маңызды. Осы рефлекторлық доғаға осы сезімтал, аралық, жаңағы қозғалтқыш яғни мотонейрондар жатады. Осы үшеуінің біреуі бізде рецепторлық немесе осы жаңағы нейрондардың біреуі бұзылатын болса, бізде рефлекторлық доға жойылып кетеді. Мысалға келтіретін болсақ, үнемі мысалға баяғы заманда бізде жаңағы үнемі ыстық суды ұстай беретін болса, уже чайникті көтерген кезде ұстайтын тұтқасы өте ыстық болады ғой. Бір алады, екі алады, үш алады, уже ол жердегі рецепторлар оны сезбей қалады, уже соны жойып тастайды қолдағы рецепторларды. Яғни жанасатын бізде не? Жаңағы экстра рецептордың ішіндегі екіге бөліге, және дистанционды және контакты деп. Соның жаңағы жанасатын бөлігі контакты бөліміндегі рецепторларды жойып тастайды. Ыстай береді, одан кейін қатты ыстық болып тұрса, ол сезбейді. Бірақ ана суды біз барып ыстайтын болсақ, бізге кәдімгідей ыстық болып сезіледі. Вот соны айтсақ болады мысал ретінде. Одан кейін бізде осы қозғалтқыш нейрондар, жалпы қозғалтқыш нейрондар бұл яғни өте маңызды нейрондардың бірі болып табылады. Көбінесе олар жаңағы қоздырушы, яғни бұлшықеттерге әсер ететін болып табылады. Ол туралы дағы екіге бөлінеді. Олар альфа және де гамма мотонейрондар деп бөліп қарастырылады. Біздер бірінші альфа дейміз. Бұны альфа мотонейрон, яғни ең ірі жасуша деп те айтсақ болады. Ол бізде жаңағы бет бұлшықеттерінен басқа қаңқа бұлшықеттерінің барлығын жиырылғыш қызметтерін күшейтіп отырады деген сөз. Яғни күшейген жерде бізде тежелу де бар болу керек. Ал гамма мотонейрондар олар бізде сол альфа мотонейронның күшейтілген бөлімін тежеп реттеп отыратын мотонейрон болып табылады. Қандай күшті. Одан кейін бізде не болады? Сезімтал нейронға тоқталайық. Жалпы сезімтал нейронды жаңа айттық. Олар бізде жұлынның ганглийлерінде орналасқан болып табылады. Осы жұлын ганглийлерінің шыға берісінде олар екіге бөлінеді. Яғни келген импульсті қабылдап нейронның денесіне апаратын болса, екінші бөлімі бұл жаңағы талшықтары болады ғой. Сол талшықтары импульсті ми мен жұлынға апаратын болып табылады. Сонымен қатар бізде осы сезімталдың, яғни сезімталдан бізде сразу аралыққа барады. Осы аралық бөліміне тоқтала кететін болсақ, ол бізде жанындағы басқа нейрондармен түйіспелер құрайтын болып табылады. Және де бізде келген импульсті өтірік немесе шын сияқты жаңағы талдайтын болып табылады. Мысалға біз ұстаймыз, қатты ыстық емес, жып-жыл болып тұр. Оны біз қалай білдік? Сол бізде аралық нейронның талдау арқылы. Егер қатты ыстық болатын болса, сразу қолымызды тартып, ол аралық нейрон миға жеткізбей, яғни жұлынның өзі жасай алатын болса, жеткізбей сразу қозғалтқышқа береді. Қозғалтқыш не істейді? Альфа мотонейрон қосады да, мысалы қолымыздағы бұлшықетті жаңағы несін жиырылтады да, ары қарай қолымызды тартып аламыз. Осындай оңай рефлекс доға, яғни біреуі бұзылса, барлық осы рефлекстер тоқтайды деген сөз. Одан кейін бізде осы рефлекторлық доғада мысалға бізде кейбір шартсыз рефлекстер деген сияқты болады. Мысалға бізде шартты рефлекске тоқтала кететін болсақ, мысалға туған кезде үнемі жаңағы ему, бір уақытта мысалға бір итке тәжірибе жасаған ғой, сол уақытта бір 24 сағаттың таңертең, обедте, кешке беріп бір уақытта тамағын ұстап отырса, ода шарт рефлекс қалыптасады.
оны мектеп кезде үйреткен шарт рефлекс. Шартсыз рефлекс дегеніміз ол жылдар бойы қалыптасу, яғни эволюцияның нәтижесінен пайда болған рефлекстер. Соның көп бөлігін негізінен бізде жұлын атқаратын болып табылады.